Мен өзі Жаңабазар жақтың қызымын да. Бияқа 86 жылы келін болып түстім. Негізі берге келгенше негізі сиыр сауған жоқпыз енді ол кездерде. Қыз кезінде енді үйдің тірлігі былай неткенменен бияқа келгеннен кейін мен күйеуім өзі 10-да бұларда. Әке-шешеден 10. Мен бұл ең үлкені. Сөйтіп мен келін болып түскенде бәрі кішкентай тұғын. Сөйтіп алғаш сиыр саудық. Енді ол кездерде Союз уақытында сол әр үйде 2 сиыр, одан артық болмайтын еді ғой. Союз тарағаннан кейін жаңа мына бау бөлінді да жекеге. Бізде көп семьялы болғаннан кейін көбірегі тиді. Сонымен жаңағы алма, алмұрт, өрік бәрі бар тұғын бізде. Соларды сатып, жаңа мына үлкені болған кейін бар жауапкершілікті өзіне алды. Біздің атам деген 60-тан асқан екен, ақыл сұрама дейді де, осыған сырып қоя салған ғой. Сөйтіп саудық. Ол кезде жаңағы мына ол алма бірде салады, бірде самайды. Әйтеуір оны сатасың, оны сатқанмен жаңа қайындарымызды аяқтан тұрғызу керек, бірін үйлендіру, бірі оқу. Біз сол малға көбірек андай қылдық да. Одан өзіміз жаңағы қой бақтық, қойымыз болды. Кешегіде ғана саттық, дұрыс қой. Оны мына бала бағатын еді. Енді бұда енді басқа тірлік істеймін деген екен. Қойдың да қазір тірлігі қиын болып кетті да. Өйткені жайылым жоқ, қазір жұрттың бәрін ұрынып батқаны мал. Одан кейін сома біз тек қара малға қарай нетеміз дедік. Енді бұл қара малды да біз 17-ші жылы бастадық ау деймін көбейтіп. Әйтпесем 2 сиыр, 3 сиырдан артқызған жоқ едік. Өйткені жаңа мына бауымыз болды, содан жаңағы не түседі. Алмамызды артамыз, нетеміз, әйтеуір пұл болады. Одан кішігірім малың бар, әйтеуір сатасың, жылқың бар. Одан кейін жылқыны да құрттық, осы 2-3 жыл болды. Өйткені оған да аяқты малда балдар керек. Балдардың бәрі қалаға кетті, оқыды, балдардың бәрін жібердік. Содан кейін өзімізде жасымыз келді. Азанда біз негізі 5-те тұрамыз. 5-те тұрамыз, сөйтіп да сиырларға бірінші тамағын береміз, жем-шөбін беріп, одан кейін барып сауамыз. Енді 1 сағат сауамыз енді. Содан кейін барып келіп жаңағы сүтімізді қайнатамыз. Одан кейін айранымызды, күбімізді пісеміз. Баяғы дегенде біздің апаларымыздың уақытында күбімен пісетін еді ғой. Әзір жақсы жері бәріміз жаңағы машинаға айландырып алатын болдық қой. Сепараторды да сол сепараторға өткіземіз. Енді ол основном көктемде көбірек, ол кезде сүт көп болады. Сол кездерде сепаратор айландырамын да. Басқа уақытта жаңағы күбіге пісіп алам. Өзімізге сол күбіде піскен майы жақсы, жаңағы құртты дәмді болады да. Солай істейміз. Сол 12-ге дейін бітіреміз ғой әйтеуір айран сүтімізді. Енді бұл негіз жастардың тірлігі. Енді біздің возраст бұлай кетіп жатырмыз ғой. Біздерге сәл ауырлық қыла береді. Енді бәрін жаңағы көбіңді неге піскеніменен де қыстың күндер құрт істейсің, қолыңды мұздай суға тығасың, көбі пісесің, май аласың, оны жуасың, қолыңды мұздай суға тыққан екен. Үлкен адамдарға ол шығады енді сустав. Ойбай, міне жерім деп. Сол кезде пай-пай, баяғы уақытыма, сол кезде нағып ертерек бастамаған екен, осы сиырды деп шығам. Мен көп қап кетем. Көбіне жаңағы ағаларыңды жібереміз. Өйткені жаңағы қыстың күні енді қорада тұрады да, бәрі кеш болып кетеді ғой. Оны сауып болғанға дейін. Сол сөйтіп қап кетеміз. Тойға барамай қалам. Туысқандардың бәрі біледі ол бағлан, ой, сиыр, осы сиыр. Емізесің қайтер еді дейді. Әйтпесем айтады ғой енді. Іштей кейде барғың келеді енді. Бірақ сонда да енді ойлайсың ғой, бәрібір тіршілігің осы. Сонан Емейл бір барарым құтты болсын айтып деп қоям да, көбіне жаңағы жігітімді жіберіп сөйтіп қала береміз. Енді бұл мал баққан екен жаңағы үнемі сол бірге азанда тұрып сауасың, өтесің, бетесің. Малдарды да сыр өзіңе мәлім болып қалады да. Әрқайсының мінезі болады. Бір сиырлар жаңағы сәл қаталдау болып, мінез көрсеткенін қалап тұрады да.
Біреулеріне сылап сипап сөйтіп алып сауасың. Болады мінездер, әрқайсының мінезі әртүрлі қылық істейді ғой. Негізі жастар қашпау керек. Өйткені қалаға барып алып, екі бөлмелі тамда отырып алып, тамақ жоқ, анау жоқ деп жылағаннан гөрі, ауылда бар ғой, олардың ата анасы бар, ауылға келіп, біреуден сұрағанның екі көз шығады дейді, Алладан сұраған не? Жас қой, күштері бар ғой. Тірлік істеу керек та. Бар нәрседен қашпау керек та. Бар ма істе. Мен де айтам да, бар, күштерің бар, істеңдер. Қызық қой бұл дашы. Ешкімнен ештеңке сұрамайсың. Жаңағыдай ғой, әр аптада 30 мың, 40 мың өзіңнен шығып тұрса, өзің істеп бейнетін көріп алсаң, үйіңе жапсырасың. Не істеймін десең де, пайда. Енді әртүрлі. Қазір енді мал бізде су алып андай қылып қалды. Уақытысында енді әр аптада, мысалы үшін 30 мың, 40 мың, 50 мың біреу бере ма саған?